Баршаларыңызға сәлем, кең пейілді әлем. Меруерт асханасының алтын оқырмандары сіздермен бірге өте дәмді, қытырлақ, аузыңызда еритін, хрустящий самса дайындайтын боламыз. Видеомды соңына дейін көріп, қызықты, маңызды жерлерін жіберіп алмаңыздар. Бізге керекті сиыр етінің фаршы, 3-4 дана биязымызды дәл видеодағыдай етіп, 4 бұрышты ұсақтап турап алатын боламыз. Маған тіркелмеген оқырман болсаңыз, маған тіркелуді, лайк басуды, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Қазақша каналдың дамуына үлестеріңізді қосып, қолдап кетіңіздер. Алдыңғы видеомда осы самсаның қамырын қалай жаю керек, қалай қытырлақ етіп пісіргенде қытырлақ болу керек видеомен әдіс тәсілмен бөлісіп кеттім. Алдыңғы видеомнан қарап, міндетті түрде Меруерт асханасының рецепттерімен жасап, жанұяңызды Меруерт асханасымен бірге қуантып қойыңыз. Міне биязымызды фаршымызға салып, дәміне қарай тұзын, қара бұрышын салып, араластырып алатын боламыз. Мен тестімді тоңазытқышта сақтағанмын, 1 сағаттай уақыт өтті. Осындай етіп шығарып алып, дөңгелектеп, бөліктерге бөліп, кесіп алатын боламыз. Менің каналым кімдерге арналған? Асхананы сүйетін, жаңа түскен келін болсаңыз, түрлі, дәмді, өзгеше, құрамы қол жетімді тағамдар іздесеңіз, Меруерт асханасының каналына міндетті түрде табасыз. Сондықтан Меруерт асханасына тіркелуді, лайк басуды, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Міне қамырымызды бөліп алдық. Енді осындай дөңгелектеп, жайып шығатын боламыз. Үй жағдайында жасалған самса болғандықтан салмасын молынан салып, пісіріп алатын боламыз. Менің рецептім сіздерге ұнайды деген ойдамын. Өте дәмді, ерекше болып шығады. Менің жанұяма қатты ұнады. Сіздерде менің рецептіме міндетті түрде жасап, кері байланыс жасауды ұмытпаңыздар. Міне осындай етіп, кішкентай көлемде, өте үлкен етпей, шағындап жасадым. Осындай пергамент қағазымызды төсеп, үстіне салып шығатын боламыз. Өте дәмді, ерекше болып шығады. Менің каналымда күнде жаңа рецепттер болады. Міндетті түрде мені бақылап, қолдап жүріңіздер. Құрамы қол жетімді, өзгеше тағамдарды жасауға тырысамын. Менің каналымнан қандай тағамдарды көргілеріңіз келеді, төменге описание бөліміне пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Менде осы самсаның құрамын, граммына дейін описание бөліміне қалдырамын, сол жерден жасап. Егер жасаған болсаңыз, міндетті түрде өзіңіздің пікіріңізді қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздердің әр қолдауларыңыз мен үшін маңызды. Міне өте әдемі етіп өріп жатырмыз. 2 түрлі тәсілмен көрсеттім. Өру тәсілін міндетті түрде менің рецептіммен жасаңыздар. Меруерт асханасына тіркелуді, лайк басуды, комментарий жазуды, қазақша каналдың дамуына үлестеріңізді қосып, тіркелуді ұмытып кетпеңіздер. Сіздердің әр қолдауларыңыз мен үшін маңызды. Міне үй жағдайында жасап атқасын, салмасын молынан салып, көлемін кішірейтіп жасап жатырмын. Сіздерді үйде отырған ана болсаңыз, міндетті түрде менің рецептіммен жасап, дүкендерге өткізсеңіздер болады. Бұл да жақсы бір табыс тауып әкеледі. Міне самсамыздың барлығын салып болдық. Енді 1 дана жұмыртқамызды жарып, жақсылап тұрып араластырып, самсамыздың беткі бөлігіне жағып шығамыз. Одан кейін сіздерде
кунжут болса, мак болса бетіне сепсеңіздер өте ерекше, көзге жақсы көрінеді, аппетитный болып пісіп шығады. Мен мак септім, кунжут септім, екеуінде араластырып сепсеңіздер болады. Осы кезде пешімізді қыздырып 180 градуста 40 минуттай пісіріп алатын боламыз. Қызыл болып, әдемі болып, қытырлақ болып пісіп шығады. Міндетті түрде менің рецептіммен жасаңыздар. Менің рецептім сіздерге ұнайды деген ойдамын. Не біздің дәмді, аппетитный самсамыз пісіп шықты. Өте ыстық, қытырлап тұр. Әдемі ыдысымызға салып, дастарханымызға, жанұямызға ұсыныңыздар. Ас болсын. Сіздермен бірге Меруерт асханасы. Видеомды соңына дейін көріп, қолдау білдіргендеріңізге рахмет. Алдағы уақытта да жақсы рецепт түрлерімен бөлісетін боламын. Ас болсын. Не өте қытырлақ болып тұр. Ысы болғандықтан мен қолыма ұстай алмай тұрмын. Өте дәмді, ерекше болып шыққан самса болды. Рахмет.